Абдулла деген бір әулие адам болған екен. Абдулла өте әулие, өте салихалы адам, дүниеден өткен екен. Дүниеден өткеннен кейін баласы әкесін түсінде көреді. Әке Алланың алдына барған кезде Алла сені қалай күтіп алды депті. Алла менен сұрады депті. Абдулла, сен не алып келдің маған бүгін? Раббым Алла, мен 40 жыл бойы 5 уақыт намаз және де 40 жыл бойы тахаджуд намаздарын қалдырмай оқығам. Мен соны алып келдім депті. Абдулла, сенің бұл амалыңды мен қабыл етпеген едім. Басқа нең бар? Раббым Алла, 40 жыл бойы Рамазан оразасы бар. Абдулла, ол 40 жылдық Рамазан оразаңды мен қабыл еткен жоқпын. Басқа нең бар? Раббым Алла, мен 30 мәрте Арафада тұрғам, қажылық жасағам деп. Ол амалыңды мен қабыл етпеп едім. Басқа нең бар? Алла тағала, мен мыңдаған алтын ақшаларды зекет қылып, садақа қылып беріп, жомарттық қылған едім. Оларыңды да мен қабыл еткен жоқпын. Басқа нең бар депті. Раббым, ондай болатын болса менің ештеңем қалмады. Сен менің Раббымсың, мен қалағаныңды істе депті. Абдулла, сен ұмытып тұрсың. Бәленше түнде үйіңе қайтып бара жатқан кезде жолдың үстінде қақ ортасында бір тас жатқан еді. Күндіз осы мұсылмандарға, адамдарға зиян болмасын деп, сен сол тасты көтеріп жолдың жиегіне алып тастаған едің. Сол жерде мен бар едім. Сол жерде сен бар едің. Сен екеумізден басқа ешкім жоқ еді. Мен осы амалыңды қабыл еткен едім. Бара ғой, жәннатқа кір деп айтты. Абдулланың бір ғана жасырын амалын қабыл етіп, қаншама жария амалын қабыл етпеген екен Алла тағала. Біздің де қазір жағдайымыз сондай болып тұр. Жасырын амалдарымыз жоқ, жария амалдарымыз көп болып кетті. Бұрынғы салихалылар керісінше болған. Олардың жария амалдары аз, бірақ жасырын тығып істейтін амалдары өте көбірек етті.